Қайырлы күн, мен Назерке, сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Арнайы сана орталығының оқырмандарына арнап, біз кез келген курстың тиімділігін арттыруға арналған қадамдармен, жалпы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Өзіңіз байқағандай, қазір техника дамып жатыр, интернет жақсарып жатыр, соның арқасында қазір онлайн курстардың саны қатты көбеюде. Әрине, бізде де онлайн курстар өте көп болғандықтан, ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі онлайн курстан нәтиже болады ма? Әрине, ең алдымен онлайн курсы жасаған адамдар, мекеме өзінің бір курсының сапасына жауап беру керек. Яғни, оның ішінде пайдалы ақпараттар бар болатыны, ол сіздерге көмектесетініне кепіл беру керек. Бірақ дегенмен бұл жақ онлайн болғандықтан, көп жағдайда тапсырмалардың орындалмауы ол сіздің мойныңызға жүктеледі. Мысалы алайық, біз белгілі бір салада нәтиже шығарғымыз келіп курсқа жазыламыз. Бірақ жалқаулық ұстайды, кейін бір арасына қызығушылығымыз төмендеп кетеді ме, немесе бір басқа шаруалар пайда болады ма, көп жағдайда курсты аяғына дейін жеткізбейміз, оқымаймыз, оған көптеген сылтауларды табамыз. Курс барысында ғана емес, курсты аяғына дейін жеткен қатысушылардың өзі курс барысында көрсеткен нәтижені курс біткеннен кейін қайтадан оны төмендеп кетеді, немесе нәтижесін көрсете алмай жатады, Оған себеп бар. Мысалы қараңыз, кез келген бізде жылдам оқу курсы бар, сөйлеу шеберлігі курсы бар, яғни сөйлеу шеберлігінде бізде дикцияны жақсартуға арналған арнайы жаттығулар бар, Оны біз бір күні, бір сабақ ретінде барлығын түсіндіріп айтамыз, қандай жаттығулар жасау керек екенін айтамыз, бірақ қатысушылар соны бір күн жасайды, сонымен тақырып аяқталады. Бірақ дикцияның жақсаруы үшін ол жаттығуды күнделікті жасау керек. Тура сол секілді жылдам оқуда да. Жылдам оқуды сіз меңгеруіңіз үшін, сіз бір сабақта айтылған жаттығуды, тапсырманы сол сабақтың аясында ғана істеп қоймай, оны күнделікті жасауыңыз керек, яғни былайша айтқанда әдетке айналдыруыңыз керек. Немесе енді барлыққа жалпыға түсінікті болу үшін ағылшын тілінде алып көрейік, 11 жыл бойы біз оны мектепте оқимыз. Кейін мектепте алған біліміміз бір жаққа ғайып болып кетеді, жоқ болып кетеді, кейін университетке түсеміз де, ол жақта қайтадан ағылшынды үйренеміз. Ол жақта ағылшынды үйреніп бітпей, тағы да анау ағылшын керек, мынау ағылшын керек деп тағы курстарына да қатысамыз, Бірақ нәтижесінде сіз ағылшынша қалай сөйлейсіз? Ағылшынша таза, немесе еркін сөйлей аласыз ба? Өкінішке орай жоқ, Былай қарап отырсақ, біз кейбір мынау қайталана беретін шеңбердің ішіне кіріп қалған сияқтымыз, Яғни, біз оқимыз, ұмытамыз, қайтадан оқимыз, қайтадан ұмытамыз, Яғни, осы шеңбер қайталана береді. Осы шеңберді жойып тастап, осының сыртына қалайша шығуға болады? Енді осы туралы айтайық. Осы шеңберден шығу үшін ең алғы шарттардың бірі бұл мақсатты жақсы айқындап алу. Өкінішке орай бізде кітап оқу үшін оқылады, ағылшын тілін жаттап алғысы келеді адамдар, немесе тағысын тағы, Бірақ біз оны тек қана үйреніп қоймай, оны белгілі бір мақсатта қолдануымыз керек. Мысалы, не үшін адамдар сөйлеу шеберлігіне жазылады? Себебі ол кісі белгілі бір адамдардың алдында ұялмай, қысылмай, өзінің ойын анық жеткізгісі келеді, Немесе жылдам оқу курсы бар, Қашанға дейін кітапты түсінбей оқи беруге болады. Бір нәрсе өзгерткісі келеді, Яғни, кітапты түсініп, баяу емес, жылдам, кітапты 1 ай, 2 айға созбай, тез арада оқып үйренгісі келеді, Яғни, олардың нақты мақсаттары бар. Енді мынау тек қана бір түсініксіз нәрсе үшін емес, белгілі бір мақсатпен оқыған кезде біз ол затпен өмір сүруіміз керек, Осы жақта ең басты алғы шарттардың 3 қадамын мен сіздерге қазір айтамын. Курс нәтижелі болу үшін ең алдымен берілген тапсырмаларды немесе жаттығуларды әдетке айналдыру керек, Жаңағындай дикцияға мысал келтіргендей, ол бір күннің бір сабақтың аясында ғана аяқталмай, оны сіз күнделікті жасауыңыз керек, Мақсатыңыз бар болғандықтан, сіз белгілі бір өзіңіздің күніңіздің уақытын, бір сағатын, немесе бір 15 минутын бөліп отыруыңыз керек. Яғни, кез келген бір нәрсе сізге қалыпты жағдай болып үйреніп кету үшін, сіз міндетті түрде әдет қалыптастыруыңыз керек. Екіншіден, бұл оқудан ләззат алу керек, Яғни, қарап отырсаңыздар, кез келген нәрсе бір қиындықпен келген кезде, немесе бір қорқыту, біреу
сізді кәдімгідей оқуың керек деп міндеттеп жатса, онда ол зат үйрену қиынға соғады, иә? Біздің миымыз негативті ситуацияны жаттап қалса, онда ол кейін ол ситуацияға ары қарай кіргісі келмейді. Сондықтан да мейлінше курс барысын қызықты қылып, ол сізге ұнайтындай қылып өткізу керек. Сол себепті де біздің тапсырмаларымыз ондай қатты қиын емес. Арнайы 14 күнге бөліп тастап, күнде аз-аз өзгерудің арқасында 14 күннен кейін бір жақсы нәтиже шығатындай форматқа ауысқан болатынбыз. Сонымен қатар тағы да бір мысал келтірейін, иә? Енді ағылшын тілін айтқаннан кейін оны ары қарай жалғастыра берейік. Яғни көп жағдайда бізде қалай болады? Мектепте тұрып бір ағылшынша текст оқы дейді, немесе айтайық бір шетел азаматы сізге келіп қалып бір жол сұрады, бірақ сіз не айтып жатыр, қалай айтам, немесе бір акцент қосып сөйлегеннен кейін сіздің миыңызда не болады? Мүмкін ұят сезімін сезіп қаласыз, менің ағылшыным дұрыс емес, менің ағылшыным күшті емес, болды, менде ұят сезімі бар, яғни мысалы қарап отырсаңыздар, арнайы басқа қаламмен жазайын. Міне белгілі бір әңгіме болды дейік, сіздің миыңыз негатив, яғни негативті эмоцияны көрді, одан кейін миыңыз не дейді? Болды, ағылшын тілі жаман дейді. Егер сіздің миыңыз осы схемамен жұмыс жасаса, қанша оқыңыз, оқымаңыз, сізге курс көмектеспейді. Енді біз не істеуіміз керек? Керісінше, осы әңгімеден кейін, тапсырма, немесе неден кейін, біз оны жақсы эмоцияға ауыстыруымыз керек, Мысалы, бізде өте ортақ чаттар болады, сол жақта бір-бірін көбінесе мақтап жатады, Яғни мақтайды, ой, жақсы, сенікі өзгеріп келе жатыр, дикцияң орныңа келіпті деп бір жақсы эмоция айтылса, позитив, Ми қалай нетеді, ойлайды, мынау жақсы екен, Оны ары қарай үйренуге керісінше бір қызығушылық оянады. Яғни сіз белгілі бір нәтиже аласыз. Яғни қарап отырсаңыздар, мынау ләззат алу бұл ең басты шарттардың бірі болып табылады. Ең соңғы шарттың бірі бұл дұрыс жоспарлау. Яғни көп жағдайда бізде тағы қандай проблема бар? Сол бір ағылшын тілін алсақ та, немесе кез келген бір курс болсын, тапсырма болсын, ең басында бізде мотивациямыз ұрып тұрады, бірден нәтиже алғымыз келеді, айтамыз, ағылшын тілін үйренсем, мен күніне 100 сөз жаттаймын, немесе 20 сөз жаттаймын, мен күніне ағылшын фильмін қараймын, ағылшынша сөйлей бастаймын, ағылшынша ереже жаттаймын, яғни қарап отырсаңыздар, біз өзіміз көтере алмайтын жүкті мойнымызға іліп тастай береміз, яғни көбейтеміз, кейін ол жүк көбейген сайын біз не істейміз? Оны істегіміз келмейді, оқығымыз келмейді, дұрыс үйренгіміз де келмейді. Сол себептен курстың тиімділігі қайтадан не істейді? Төмендей бастайды. Сондықтан, егер де сіз, мысалы, 100 сөз емес, кемінде 5 сөзден бастаңыз, Не үшін бізде қайталап айтам, біздің курстың форматы 14 күннен тұрады, себебі біз берілетін ақпаратты бір 4-ке бөліп, 5-ке бөліп, 5 сабақ ретінде алып, бір сабақта барлық тапсырманы беріп тастауға болушы еді, Дегенмен, соншама тапсырманы бірде ми көрген кезде, ол бірден шошып кетеді, оны ары қарай үйренгісі келмей қалады. Сол себепті де біз 14 күн бойы күнделікті аз-аздан тапсырма беріп, оны орындау арқылы ең біріншіден одан ләззат аламыз, екіншіден әдетке қалыптасады, себебі сіз аптасына бір рет, немесе 2 аптада бір рет оқымайсыз, сіз күнделікті дайындаласыз, яғни әдетке айналады, ләззат, кейін сіз дұрыс жоспарлайтын боласыз. Бүгінгі видеода сіздермен бөліскім келген ақпарат осы, яғни осы ақпаратты біле отыра қана сіз өзіңіздің оқып жатқан курсыңыздың тиімділігін әлде қайда жоғарылатсаңыз болады. Ал мен бұл жалпы ақпараттың жалғасы ретінде екінші видеода тағы да қызықты инсайттармен бөлісетін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар.